Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай керемет, сочный, мощный асқабақпен жасалған мантының рецептісімен бөлісетін боламын. Етсіз де мантыны өте дәмді жасауға болады. Ең алдымен қамырын дайындап алайық. Ол үшін ұнымызға татымына қарай тұз және бір дана жұмыртқамызды және де бөлме температурасындағы суымызды құйып, қамырымызды илеп алатын боламыз. Осылайша барлығын жақсылап араластырып, сәл қаттылау қамыр шығатын болады. Зуалаларымызды екіге бөліп бұқтырып қоятын боламыз. Және де уақыт өте келе арасында басып қойыңыз. Екі рет басқаннан кейін өте жаңағыдай гладкий, тегіс қамыр пайда болады. Жайған кезде де өте жұмсақ жайылатын болады. Яғни бір 10-15 минуттай тынығып тұрғаны дұрыс қамырдың. Мінекей екіге бөліп бірдей етіп, содан кейін осы табақтың астына бұқтырып қоятын боламын. Ендігі кезекте салмасын дайындайтын боламыз. Бұл жерде ең маңыздысы асқабақ дәмдісін, яғни медовый асқабақты дайындайтын боламыз. Басқа асқабақтармен салыстырмалы түрде тәттірек болады. 2 дана жуамызды тазалап жуып, осылайша ұсақтап турайтын боламыз. Және де достар, мантымыз майлы, сочный, мощный болып шығу үшін мен бұл жерде жақсы бір ингредиенттердің бірі құйрық майды пайдаланатын боламын. Қойдың таза құйрық майы. Алдын ала фарш ретінде өткізілген дайын құйрық май. Мінекей жуаларымды жақсылап турап алдым. Осылайша асқабағымның жартысын ғана пайдаланатын боламын. Іштерін тазалап, қабығынан аршып, ұсақтап, төртбұрыштап турап алатын боламын. Достар, егер де сіздер малдың майын ұнатпайтын болсаңыздар, кейбір адамдар болады ғой, құйрық май жемеймін, немесе қарын майларды, шек майларды жемеймін, ұнатпаймын деп айтатын болсаңыздар, жай ғана сары майды да қосып жіберсеңіздер болады. Бірақ та маргарин емес, міндетті түрде сары май. Егер де тек қана асқабақпен, пиязбен ғана жуамен жасайтын болсаңыздар, сәл құрғақтау болуы мүмкін. Мінекей осылайша ингредиенттердің бәрін турап дайындап алғаннан кейін пиязымыздың үстіне тұзымызды салып, қолдың көмегімен езгілейтін боламыз. Сол кезде пиязымыздың соғы шығатын болады. Бұл мантыны одан әрі сочный ететін бір құпиялардың бірі. Татымына қарай қызыл қара бұрышымызды салып аламыз, жақсылап араластыратын боламыз. Содан кейін осы пиязымызға ертіліп тұрған құйрық майымызды салып, және тағы да жақсылап қолдың көмегімен араластырамыз. Ең соңында туралған асқабағымызды салып, барлығын араластырып аламыз. Осылайша біздің салмамыз дайын болады. Мінекей қамырымызда ие қанып, жүмсақ болып, дайын болып тұр. Жайған кезде де глянцевый болып жайылады. Егер де ие қанбайтын болса, ол кезде бұдыр-бұдыр болып, жаңа ұнның түйіршіктері болып, қамырыңыз әдемі болып шықпайды. Сол үшін тынығуы керек. Бір 5 минуттан кейін тағы басып, 5 минуттан кейін тағы басып, солайша бір 10 минуттай қамырдың тыныштықта тұрғаны абзалырақ. Мінекей оқтаудың көмегімен жақсылап, жұқа етіп жайып аламыз. Енді прям дөп-дөңгелек қылып жаямын деп мақтана алмаймын. Сәл Қазақстанның картасына ұқсап кетіп жатыр. Бірақ сонда да қамырым өте жақсы болып, қалай эластичный болып жайылды. Мінекей керекті мөлшерде осылайша төртбұрышты етіп кесіп аламыз, төртбұрыш етіп, содан кейін салмасын молырақ салатын боламыз. Достар, бұл жерде бір ескертетін жайт, салмасын мол қылып салыңыз. Себебі мына асқабақ пісу барысында жұмсарып, азайып қалады. Сол себепті салмасын мол салсаңыз, как раз әдемі болып шығады. Осылайша барлығын түйіп шығатын боламыз. Дәл осылай видеодағыдай тез-тез түйіліп, манты дайын бола қалса ғой. Сәл уақытыңызды алады, бірақ сонда да өте дәмді, жұмсақ, кешкі ас дайын болады. Үй ішіңізді қуантасыз. Еш өкінбей пісіруіңізге болады. Мінекей мантымыз барлығы түйіліп дайын болды. Осылайша сұйық майға төменгі жағын батырып, листтарға мантыварканың орнататын боламыз. Листті бірден сұйық маймен сылап шықсаңыз да болады, бірақ маған осылай ыңғайлы, себебі піскеннен кейін ешқандай жабыспай оңай алынады.
Мінекей барлығы дайын болды. Енді қайнап тұрған суымызға мантываркамызды орнататын боламыз. Достар, бірақ бұл жерде етпен жасалғаннан көрі сәл азырақ уақытта піседі, яғни 35-40 минутта, мүмкін даже 35 минутта, мен көбіне 35 минутта пісті деп алып үй ішіме ұсына беремін. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.